Өнерін ұлықтап, өнерпазын ұмытпаған ел. Алматы қалалық мемлекеттік архивтері ғимаратынан қазақтың ақбаяны Мәдина Ералиеваға арнап жеке бөлме ашылды. Оған әйгілі әншінің үй жиһаздары мен портреттері, сондай қолданылған заттары қойылған. Жеке қорлар бөлімі ұйытқы болған шағын мұражайдың салтанатты ашылуына тілшіміз де барып қайтты. Алматы қалалық мемлекеттік архивтерінің конференция залына жиналған өнерсүйер қауым Адырна этнографиялық фольклорлық ансамблінің өнерін тамашалады. Құлаққа таныс бәрі де Мәдина Ералиеваның репертуарындағы әуендер. Әрі мұнда көрме де ұйымдастырылыпты. Қонақтар әншінің көзге таныс сахнада киген көйлектері мен фотосуреттер галереясына аялдады. Сондай-ақ әр түрлі жеке құжаттарымен де танысып, танымал өнер иесінің құрақ құрап тігін тігетін қолөнер шеберлігіне де таңдай қағысты. Артынша аңызға айналған әншінің жеке заттарына арналған мұражай бөлмесінің де ашылуы болды. Айналасы 50 шаршы метрдей шағын мұражайға әншінің өзі қолданған үй жиһаздары мен отырған үстел орындықтары қойылған. Әрі су жаңа қалпында сақталған күй сандығы, бірнеше портреті, сондай-ақ теледидары мен тағы бір қанша тұрмыстық заттары орналасыпты. Бөлмеге бас сұққандар әншінің дәл өз үйіне келгендей сезімде болдық десіп, таңырқасып, тамсанысып жатты. Бүгінгі мұражайдың бөлмесіне қойылған заттардың бірі, яғни мына Ақбаянның өзіндей үлбіреген әппақ күйсандық. Бұл күйсандықтың үстінде алақандай қағаз жатыр. Бұл қағазға Мәдина Ералиева тағдыр деген толқынның арасында көшесіңде қаласың, жанасыңда Ибраһим Исаев деп өз қолымен жазып кеткен қолжазбасы тұр. Мәдина Ералиева қазақ өнерінің аспанында жұлдыздай жарқырады, ғұмыры келте болды, ақты ғайып болды. Десе де, оның шүлен шұғыласы жұртының жүрегінде мәңгіге сақтала бермек. Бүгін архивте ашылуы болып жатыр, мамамның бөлмесінің ашылуы. Бұл мұражай ретінде ашылып жатыр. Анамның өзінің қолданған жиһаздары. Үйде тұра бергеннен кейін балдары бар, тоза береді ғой, жиһаз деген. Ол анам тек қана менің анам емес, бүкіл қазақ халқының халыққа еңбегі сіңірген әртісі. Ертең қаншама балдарымыз өсіп келе жатыр, болашақ зерттеушілер өсіп келе жатыр, оларға да керек нәрсе деп ойлаймын. Ералиева орындаған халық әуендері ел жадында сақтаулы, сондықтан да оны жиі іздейді. Бірде әнші сағынған жүректерге Ақбаянын аялап, жадыраған жаз болып гәккулеп келсе, бірде нұр жауып тұрған көктемде құлпырған гүлдей көркімен наздана еркелеп келеді. Ал енді бірде күрең күз болып кермек тағдырымен келте ғұмырындай жапырағын төгілте күңіреніп те жетеді. Салтанатты шараның соңын еске алу кешіне уластырған Мәдинаның құрбы құрдас пен дос жарандары осылай деп толғасты. Биыл жезтаңдай әншінің өмірден өткеніне 19 жыл толды. Сағынған жандар шарасыз, сағым жылдар әуеніне үнсіз құлақ түрді. Биыл тірі болса 65 жасқа толатын Алаштың Ақбаяны қазақ ән өнерінің маңдайына біткен шоқ жұлдызы болды. Оның ілуде бір кездесетін ұлттық бояуы қанық бұлбұл үні ел жадынан жырақтай қойған жоқ. Сондықтан да орны бөлек әншіге деген ел құрметі де ерек. Көмейіне күміс қоңырау байлағандай үні бір бөлек нәзік, таудан аққан сылдыр бұлақтың бір сыңғырына, болмаса бір жеті қат таудың ар жағынан үзіліп жететін бір тамашаға, бір әсем, бір желменен келген бір үндестікке бір балайтындай бір тамаша әуезді әні бар еді. Әттеген-ай, енді өнер ұшан теңіз еді, амал жоқ, қысқа ғұмыр, мәңгі бақи есімізде, жүрегімізде мәкең. Сол Мәдинаның кезіндегі кеземен жылап көрсетіп отырмын. Мен қазір жүрегім жылап отырмын шынымен. Сол анау сыңсыған, сызылған, осы жаңағы керемет бір қазақы болмысы кең қазақтың жүрегінен жанынан шыққан әндер Мәдина айтқан ән. Сондықтан мен өзім байлаймын. Мысалы, Құдайға шүкір бізде әншілер де көп, ақындар да көп. Бірақ соның ішінде дара.
Мәдинаны қайталап кейдемелеу мүмкін емес сияқты. Кеш қонақтары кезінде Мадина орындаған әсем әндерді қайталап тыңдады. Ескірмеген естеліктерімен бөлісті. Сөйтіп жиналғандар сағым жылдарға сапар шегіп қайтқандай терең тебіреніспен тарасты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.